человек обращается русскоязычный на русском языке в контору какую-нибудь, и он получает ответ на казахском языке. Кто позволил? Если он обратился на русском языке, он должен получить ответ на русском языке. Я предупреждаю, аппарат президента проверит по всем областям, прекратить безобразие. Вот кто вот это делает, снять с работы показатель. Шындығында өз халқы мен елін, тілін сыйлап қадірлейтін адам еш уақытта, егер кімде-кім орыс тілінде сұрақ қойса, қазақша жауап берген адамды жұмыстан жариялы түрде қуыңдар деп, намысы бар қазақ еш уақытта айтпайды. Мұндай сөзді тек басқыншы оккупант пен уақытша қонаққа келген адам ғана айтады. Қазақстан Республикасы Конституциясында қазақ тілі мемлекеттік тіл деп анық көрсетілген. Яғни Назарбаев мемлекеттік тіл қазақ тіліне түкірді деген сөз. Ол тек түкіріп қана қойған жоқ, ол титулды ұлт қазақ халқының абыройын басқа ұлт этностар алдында аяққа таптап берді. Осы сөзді Назарбаев айтқаннан кейін барша Қазақстанда тұрып жатқан басқа ұлт диаспоралары қазақша сөйлеген қазақтарды басынып, соттан сотқа сүйреле жөнелді. Сүйрелегені былай тұрсын, оларды қорлап кешірім сұратты. Міне, Назарбаевтың өзі ұлтаралық араздықты осылай қоздырды. Негізі Назарбаевтың тілі қазақ тілі емес екендігін осыдан аңғаруға болады. Оның тілі қалмақ тілі. Тағы бір назар аударатын нәрсе, Назарбаевтың қазақ мемлекетінің негізін қалаған менмін деп шет мемлекеттерге барғанда мақтанып айтатынын қайда қоямыз. Демек қазақ мемлекеті осыдан 30 жыл ғана бұрын пайда болған ба? Оған дейін қазақ ұлты қай территорияда өмір сүрген? Яғни Назарбаев қаншама ғасырдан бері келе жатқан қазақ хандығы мен қазақтың тарихын жоққа шығармақшы ма? Сондай-ақ ол қазақ мемлекетінде бұрын ешқандай шекара болмаған деп Ресей президенті Путинге қандай оймен айтты. Қазақстан халқы алтынның үстінде отырса да, өз күніңді өзің көр деп халыққа зекір бұрысып, міндет қылатынын не істейміз? Шынында Назарбаев халыққа осынша өшігетіндей халық оған не істеп қойды? Әрине, халық оған еш нәрсе істеген жоқ. Оның қанында генетика тілмен айтатын болсақ, қаншама ғасырлар бойы ұйықтап жатқан қалмақ қанының гені оның бойында 30 жыл бойына ойнап келген. Біз осы нәрсені қанымызға сіңген, аңқаулығымызға салып, аңғырмай жүре бергенбіз. Әйтпесе, өз халқына есі дұрыс адам осынша өшікпейді, және өлерде жек көрмейді өз халқын. Өлерде жек көрген емес пе? 2011 жылы Жаңаөзенде қарапайым халыққа, қарапайым қазаққа оқ атып, итше қырып тастағаны. Және небір білімді, ақылды ер азаматтарды атып өлтірді. Қазақтың басына 1937 жылғы репрессияны қайта орнатты. Мен деген ер азаматтардың барлығын түрмеге қамады. Және өз елінде өмір сүруге мүмкіншілік бермегеннен кейін көп азаматтар шетелге кетуге мәжбүр болды. Небір жақсыларды ұры, террорист, экстремист, жынды деп жала жауып бүкіл ел алдында масқара етті. Назарбаев қызы Дариғаның да Қытай тілін үйреніңдер деп айтуы бекер емес. Ұяда не көрсең, өскенде соны істейсің демекші. Басқа мемлекеттің адамдары өз қарабастарының пайдасы мен нандарын тауып жеу үшін қазақ еліне келген өзге ұлттың тілін үйреніңдер деп қай елдің басшысының қызы айтуы мүмкін. Мысалға Германия немесе Польшаға жұмыс істеп баратын болсам, немістер мен поляктарға қазақ тілін үйреніңдер деп айтсам не болады? Егер де барған еліме менің тілімді үйреніңдер деп айтар болсам, мені еліме кері депортациялап жібермей ме? Онда біз Қытай тілін не үшін үйренуіміз керек? Керісінше олар біздің елге жұмыс істеп келді ме? Демек біздің тілді үйрену керек. Мен адамдардың басқа тілді үйренулеріне қарсы емеспін. Бірақ Қытай тілін үйреніңдер деп президенттің қызының айтуы нағыз басқыншының сөзі. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай сөздерді қай елдің президенттері өз халқына айтуда? Мысал ретінде бір мемлекетті айта аласыздар ма? Осындай сөздерді тек сатқындар мен опасыздар және ұрылар ғана айтады. Демек Назарбаевтың отбасын осы қатарға жатқызуға болады. Қазіргі кезде Назарбаев Қытай экспансиясына айқара жол ашты. Елімізде Қытай азаматтарының жұмыс істеп жатқанын ешкімде жоққа шығара алмайды. Оның үстіне олар әр облыстардан зауыттарын салуға да кірісіп кетті. Өйткені биліктің өзі елімізге Қытайдың 52 завод салынады деген сөзді бірнеше рет айтты. Тағы бір мысал, басқа мемлекеттерде өз жері мен отанын қорғаған патриот батырларын марапатқа бөлеп, қадірлеп қастерлейді. Ал бізде елім, жерім деген патриоттар мен қоғам белсенділерін репрессияға ұшыратып түрмеге жаппай қамайды. Бұл нені білдіреді?
бұл дегеніміз елімізді қас дұшпандар мен сатқындар билеп отыр деген сөз. Ал енді осы жазған сөзімізге дәлел келтіре кетейік. Қазақ диссиденті Кәрішал Асановтың кітабында былай жазылған: 1943 жылы Шамалғанға шешесімен еріп келген 3 жасар бала. Оның аты Нұрсұлтан болған. Шешесі ол баланы қалмақтан тапқан. Содан Шамалғанға келіп Әбішке тиген. Нұрсұлтан шапырашты емес, Әбіш шапырашты. Ал Нұрсұлтан таза қалмақ. Қазақ диссиденті Кәрішал Асановтың кітабынан. Сенбесеңіз, 2015 жылы Нұрсұлтан Назарбаев ешкімге білдірмей, тып-тыныш түрде Ресейдегі өз ұяластарына, Қалмақияға қандастарына барып келген. Және олар оның әкесі қалмақ екендігін біледі деп жазған. Осы нәрсенің айтылып келе жатқанына да қаншама жылдар болды. Шынында ойланатын және шындап оянатын уақыт келді, отандастар. Демек, шынында қазақтарға Назарбаевтың өшкетінде себептері бар. Өткені кезінде біздің ата-бабаларымыз қалмақтармен соғысып, оларды жеңген жоқ па? Ал Назарбаев болса 30 жылдан бері бізге астыртын құпия соғыс жариялап, ел мен жерді сатып түгін қалдырмай тонауда. Халықты кедейшілдік пен қайшылыққа ұшыратты. Жоқшылық пен кедейшіліктен халық әбден азғынданды, азып тозды. Назарбаевтың айтатын сөзі қазақ халқы қазіргідей еш уақытта өмір сүрген жоқ деп қайта-қайта айтудың астарында қазақ халқын мен сияқты ешкімде тонаған жоқ, аздырып тоздырған жоқ, мен кегімді қайтардым деп кекесінен айтатыны енді түсінікті болды. Отандастар, шындығында бізді қалмақ басқарып отырғанына ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Біз қазақ халқы Қытай экспансиясына қарсымыз. Біз Қытайлардың Қазақстаннан шығып кетуіне тура 1 ай уақыт береміз. Осы уақыттың ішінде олар өздерінің зауыттары мен жұмысшыларын жиып-теріп елімізді тастап шығып кетуі тиіс. Егер де Қазақстанның билігі халықтың осы талаптарымен келіспесе, онда олар да Қытайлармен бірге Қытайға кетсін. Біз сатқындар мен арамтамақтарды ұстамаймыз. Біз қалмақ пен оның отбасының басқарғанын қаламаймыз деп айту үшін 16 желтоқсанда жаппай көшеге шығамыз. Қалмақ, кет!